Жамбыл облысы Сарысу ауданы Жаңатас қаласы Сәкен Сейфуллин атындағы орта мектептің биология пәнінің мұғалімі Арстанова Ақмарал Айымбекқызы. 7 сыныпқа арналған сабақтың тақырыбы гүлдің құрылысы, тозаңдану түрлері, өсімдіктердегі ұрықтану туралы түсінік және зиготаның түзілуі, қосарлы ұрықтану, оқу мақсаттары, өздігінен және айқас тозаңданудың салыстырмалы артықшылықтарын сипаттау, гүлді өсімдіктердегі қосарлы ұрықтанудың маңызын сипаттау. Сабақтың мақсаты: бірінші, гүлдің құрылысы және тозаңдану түрлерін анықтайтын болады. Екінші, гүлді өсімдіктердегі қосарлы ұрықтанудың маңызын түсініп сипаттайды. Бағалау критерийлері: бірінші, гүлдің құрылысы, тозаңдану, өздігінен тозаңдану, айқас тозаңдану туралы алған білімдерін қолданады. Екінші, қосарлы ұрықтанудың механизмі мен маңызын түсіндіреді. Шалар пайда болады. Гүлдің ішінде аталық және аналық орналасады. Аталық жіпше мен тозаңғаптан тұрады. Тозаң дәндері немесе аталық жыныс жасушалары тозаңғапта түзіледі. Аналық аузынан, аналық мойнынан және түйіннен тұрады. Аналық жыныс жасушалары түйінде орналасқан. Тұқым түзілу үшін тозаңдану жүру қажет. Тозаң дәндері аналық аузына келіп түсуі керек. Тозаңдану үдерісі жел немесе су арқылы және бунақ денелілер мен құстар арқылы жүзеге асады. Тозаңданудан кейін өсіп, спермиялардың жұмыртқа жасушасына баратын жолы тозаң түтігін түзеді. Спермия жұмыртқа жасушасына келіп жеткеннен кейін ұрықтану жүреді, яғни жыныс жасушаларының қосылуы. Ұрықтанудан кейін тұқым бастамадан тұқым, ал түйіннен жеміс дамиды. Тозаңдану дегеніміз өздігінен аталықтың аузынан аналықтың аузына келіп түсуі. Тозаңданудың екі түрі бар. Олар өздігінен тозаңдану және де айқас тозаңдану. Екі жасушадан тұратын тозаң аналық аузына келіп түседі. Генеративті жасуша бөлініп, екі спермия, ал вегетативті жасуша өсіп, тозаң түтігін түзеді. Бұл тозаң түтігі ұрық қапшығына ашылады. Спермиялар тозаң түтігі арқылы келіп, ұрық қапшығына түседі. Спермиялардың біреуі жұмыртқа жасушасымен қосылып зигота түзеді. Зиготадан ұрық дамиды. Екінші спермия ұрық қапшығындағы орталық жасушамен қосылып эндосперм түзеді. Эндосперм қоректік ұлпа. Гүлдің өсімдіктердегі бұл үдерісті қосарланып ұрықтану деп атайды. Тұқымның сыртқы қауызы ұрық пен эндоспермді қорғап тұрады. Түйіннің қабырғасынан тұқымды қоршап тұратын жеміс қауызы, жеміс қабы дамиды. Міне, осылайша жеміс түзіледі. Гүлдің құрылысы күрделі. Гүлдің сыртын жасыл түсті тостаған жапырақшалар мен түрлі түсті күлте жапырақшалары құрайды. Екеуі бірігіп гүл серігін қоршайды. Сонымен тозаңдану дегеніміз аталық тозаңның аналықтың аузына барып түсуі. Тозаңданудың екі тәсілдері болады. Бірінші, өздігінен тозаңдану, екінші, айқас тозаңдану. Өздігінен тозаңдану дегеніміз бір гүлдегі аталығындағы тозаң осы гүлдің аналық аузына келіп түсуі. Айқас тозаңдану бір өсімдіктің тозаңы сол түрге жататын екінші бір өсімдіктің аналығына жеткізіп отырады. Өздігінен тозаңданатын өсімдіктерге бидай, зығыр, бұршақ, үрме бұршақ және картоп жатады. Айқас тозаңдану бунақ денелері арқылы, жел арқылы, су арқылы және құстар арқылы тозаңданады. Бунақ денелер арқылы тозаңданатын өсімдіктердің белгілері: бірінші, гүлдері ірі немесе ұсақ, бірақ гүл шоғырға жиналған. Екінші, күлтесі ашық реңді, иісі және шірнейлігі болады. Жел арқылы тозаңданатын өсімдіктердің белгілері: гүлдері ұсақ, реңсіз, иісі және шірнейлігі болмайды. Тозаңдар көп, олар жеңіл, ұсақ және құрғақ. Ағаштар және бұталар, оның ішіне қайың, терек, емен кіреді. Ұрықтану дегеніміз аталықтан жабысқақ сұйықтық бөлінгенде аналық аузына түскен соң жіңішке түтікше шығарып өнеді.
тозаң түтікшесі ұзарып, аналықтың жатынына жетеді. Жатындағы көп жасушалы тұқым бүршігінің ішінде жұмыртқа жасушасы және ең ірі жасуша болады. Тозаң түтікшесінің ұшында ірі ядролы екі жасуша болады. Тозаң түтікшенің ұшы тұқым бүршігімен түйіскенде екі жасушаның біреуі жұмыртқа жасушасымен қосылып ұрықтанады. Екінші жасуша тұқым бүршігінің ең ірі жасушасымен қосылады. Мұны қосарлы ұрықтану деп айтамыз. Бұл құбылысты алғаш ашқан ғалым Навашин. Енді тапсырма. Бірінші тапсырмада өсімдіктердің тозаңдану тәсіліне қарай бөлеміз. Яғни өсімдіктер желмен тозаңданатын өсімдіктер, жәндіктермен тозаңданатын өсімдіктер берілген, солардың жазып шығамыз. Екінші тапсырма. Желмен тозаңданатын және жәндіктермен тозаңданатын өсімдіктердің белгілерін, номерлерін жазып шығамыз. Белгілер берілген, желмен тозаңданатын және жәндіктермен тозаңданатын. Астында сөйлемдер берілген, соларды сәйкестендіріп жазып шығамыз. Берілген сұрақтарға ауызша жауап береміз. Бірінші, тозаңдану дегеніміз не? Екінші, гүлді ұрықтанудан кейін не пайда болады? Үшінші, ұрықтанудың мәні неде? Аталықтың тозаңынан аналықтың аузына барып түсуі. Соны тозаңдану дейміз. Гүлде тозаңданудан кейін не пайда болады дейміз. Ұрықтанудың мәні неде? Ұрықтанудың мәні аталық және аналық жыныс клеткаларының ядролық қосылуы. Кері байланыс. Бүгінгі сабақта түсінген болсақ, тақырып бойынша алған керекті ақпараттарды чемоданға саламыз. Сабақты керек емес болған артық дүниені қоқыс жәшігіне салыңыздар. Үшінші, бүгінгі ақпараттың ішінде әлі оқуым керек, толықтыруым керек дегендер болса, ет тартқышқа салыңыздар. Осымен сабақ аяқталды. Назар қойып тыңдағаныңыздарға рахмет.